Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді карпатка тортының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен кремін дайындаймыз. 2 жұмыртқаға қантты қосып, одан соң крахмал және де сүтті қосамыз да араластырамыз. Қызып тұрған пешімізге қойып, қоюландырамыз. Қоюланған соң басқа табамызға қойып, бетін жауып суытамыз. Енді қамырын дайындаймыз. Суға сары майды, тұзды қосып араластырып ерітеміз де, ұн мен қопсытқышты қосып араластырамыз. Одан соң 4 жұмыртқаны бір-бірлеп қоса отырып миксерлеу қажет. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, 180 градуста 20 минут пісіріп алу қажет. Қамырымыз дайын, енді сары майды миксерлеп аламыз. Одан соң манағы дайын болған қайнатпалы кремімізді қосып, араластырып крем дайындаймыз. Енді тортымызды жинаймыз. Алдымен бірінші қамырымызды қойып, одан соң ортасына кремді саламыз да екінші қамырды саламыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып аламыз.